Selam dostlar, senderman umumin Ali. Bugün bizler осы коробкадан түрлі заттар жасайтын боламыз. Біріншіден лайк және де подписка. Ең алдымен бірінші біз осындай коробкадан бір шетін қиып аламыз. Şaşır alalımız. Son коробканы скотчтап тұрса, міне мына шетін жыртып аламыз. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto como de nota. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto como de nota. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama. Mana бүкіл осылай бірінші қабырғасын жыртып алдық. Енді мына асы жағын жыртып аламыз. Лаки. Мен жыртып алдық. Енді так, мына картонның мына жерінен. Осы жерінен мен екеуін қиып аламыз. Бөлек қылдырамыз яғни. Саралайық басып көмектесейік бір-бірімізді. Опа. Екі жағын осы қиып алдым. Бірінші ортасынан басарымен, сіздер қай жерін басайсыздар. Так. Ой. Кесіп басарайым. Осы екеуін қиып алдық. Мына коробканы осы ортасынан қиып аламыз. Достар, осындай туториалар керек болса, менің арнамды 50 подписчикке жеткізіп 50 подписчикке жеткізсеңдер, осындай қаруларға туториал салып тұрамын. Міне, екі жаққа бөліп алдық. Енді қазір мен пышақты алып келемін. Міне. Енді мен өзімнің ойыншық пышағымды келдім. Қазір осы ойыншық пышақты осы картонға сызып алатын боламыз. Қазір камераны алып келейін. Так. Ой. Так. Міне. Осы ғой, қазір осы картонды мына пышақпен сатын боламыз. Қазір міне достар, біз пышағымызды сызып алдық. Сіздерге көрінбей тұрған шығар деп. Қазір осы пышақты қиып аламыз.
Kamera mына жаққа қойып қой. Достар, бұл видео 10 минутқа созылуы мүмкін. Өйткені мен әр картоннан бір пышақтан жасайтын боламын. Сызып алдық. Қазір мені қиып алайық енді. Достар, сіздерге қиғанымды өткізіп жіберейін. Өйткені біраз уақыт кетіп қалады. Қазір мені достар, осын бая қиып алдық пышақтың. Достар, қалай? Сатыр ма? Сатырға жоқ сияқты, я? Мен өзім әрін қидым, бірақ қолым ауырды. Қолымды жаралап алдым. Енді қазір мұның екінші копиясын қиятын боламыз. Міне достар, осының копиясын суретін салып алдық. Енді қазір бұны қиямыз. Достар, міне осы екеуін қидық. Қазір осыны скотчпен кәдімгі клей немесе ыстық клеймен жабыстыратын боламыз. Өздеріңіз қай заттармен жабыстырасыздар? Өз ойларыңызды комментария жазып кетіңіздер. Ал мен ыстық клей немесе скотчпен жабыстыратын боламын. Қазір достар, екінші часть керек болса, осы видеоға 20 лайк жеткізсек. Қазір мен бұны екінші частьқа қалдырайын деп шештім. Себебі менде уақыт жоқ, мен жұмсап кетті. Қазір бұл екінші часть ертең шығады деген үміттемін. Всем пока.